өз өзіне продюсер болған талшыншылар не дейсің бұған? Мен ойлаймын, ол адамның жаңағыдай сондай өмірде сыйлық алып көрмеген, өмірде сондай қарым-қатынаста болмаған адамның мышлениесі деп ойлаймын да. Өйткені жаңағыдай бұл өмірде сыйластықты ақшаға да, қорқытумен де сатып ала алмайсың. Сыйластық ол адамның өзіне берілетін нәрсе. Мені сыйлап келіп, соншалықты келіп отырғаннан кейін, мен оған соның алдында да бір квитанцияны салып қалды деп Шолпан өзі де айтқан еді да. Мен ойлаймын, егер біреу подарок жіберетін болса, бір ер азамат жіберетін болса, мен ойымша бір квитанцияны бермейді, квитанцияны салып жүрмейді ғой енді подарок. Енді соны мүмкін өзі де алып соны көрсетіп қойған шығар деген ой болып тұр да. Жаңа соның бәрі енді кішкене пазл болып складываться болып жатқан сияқты. Түсінікті. Сондай ізгі ілтипатымды көрсетіп отырмын да. Енді жаңағыдай мен жаңағы беттен алып төстік шаппаймын ғой енді отырып алып мына жерде. Жалпы мен ойлаймын, адам сол уровеньға жетпегеннен кейін, адам өзіне үміткер келмегеннен кейін, қанша ай мына жерде бәрімен қырылысып отырғаннан кейін сондай ойда деп ойлаймын да. Ал менің ойым жаңағы я достойна лучшего. Ұзын сөз қысқасы, сіз ешкімге продюсер емессіз. Мен ешкімге продюсер емес, продюсерлігі мен только ақшаға ғана боламын. Рахмет. Баршаңызға қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Қыздар, бүгінгі менде образым осындай. Бесшов Махатова дүкеннен қараңыздар, өте әдемі летний варианттағы көйлек. Банағы тойға болсын, қасиетіне болсын, любой жерге кие берсеңіздер болады. Ұзатуға болсын. Иә. Барлық мерекелерге кие берсеңіздер. Жаны. Түсініңіздер ғой, әдемі белгілеп кетемін мына жерге. Қараңыздар, өте әдемі. Ал бәріміз жиналып парелевый хозяйствоға келдік. Арай бар ана жақта. Деп сендерді түсіріп алайын. Не үшін келдік, папа? Не үшін келдік? Менің пенсиям жуу үшін. Папам пенсия алған. Соны Соны ең алғашқы пенсиясын өзінің немерелеріне, қыздарына, балаларына жүріп берейін деп бізді осындай жерге алып келді. Астында ғой ұстайтын жер. Балық ұстаймыз қазір.